This computer. Так, high floating. Достар қараңыздар, иә. Бүгінгі сабақта біз екі сабақта осы сурет қосып үйренеміз сайтқа. Суретті бұл бізде оған арнайы тег бар, image деп аталады, немесе img ағылшын тілінде. Сол тегті қолданған кезде сіздерді оның бірнеше атрибуттары бар, иә. Мысалы, өзіміз басына осы жерден бастайық. Мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін, визуалды тұрғыда жаттау үшін. Бұның барлығы қазір open folder дейміз. Мына жерде бізде қателеспесем desktop и бізде мына жерде HTML деген бар. Мынаны ашайық. Және де осының ішіне біз тағы бір нені қосып қояйық, папканы img деп атаймыз, иә, сурет деген сөз. Так, осы жерге біз индекс HTML-ді қоямыз. Скрин көрініп тұр ғой, HTML5 деп таңдаймыз. Мына жерден бізде сайтқа сурет қосу, иә. Сурет қосу. Так, мінекей біз өзіміздің структураны дайындап қойдық. Бүгінгі сабақта біз өтетін нәрселер қазір айтамын сіздерге тағы да. Бұл ғана болмайды, бұйырса. Мына жерге мен бүйтіп жазып қойын, жоғары жағына ма, немесе мына жерге бір мындай жазып қойын, readme.txt деймін. Мындай файл жазып қойын. Бүгін біз жалпы img тегімен танысамыз, сайтқа сурет қосу. Сурет қосу. Екінші нәрсе, танысатын нәрсе бізде CSS файлын қосу. Файлын жалғау. Вот осылар. Және өлшемдерді өзгерту. Өлшемдер. Супер. Үш тақырып бүгінге қарастыратын. Достар, міне біз өзіміздің бастапқы структураны дайындап қойдық. HTML-ді body деген тегтің ішіне біз өзіміздің алғашқы тегімізді қоятын боламыз. Ол бізде img тегі. Мына img, қысқаша жазған түрі, негізі ағылшын тілі image деп аталатындай. Image деп жазылады, бірақ мына қысқаша формасы бар. img. Осыны жабасыздар. Жапқаннан кейін бұның ішіне керек атрибуттар бар, ол бізде src. src деген сөз, бұл файлға апаратын жол. Сіздер міндетті түрде осы тегті құрған кезде оның міндетті атрибуты бар, ол суретке апаратын жолды белгілеу. Мынау деген сөз, сурет қайда тұр, сол жаққа барып көрсетеміз, иә. Мен қазір мына жерден бір суретті жүктеп алайын өзім. Download деймін. Мына жерден мысал ретінде қазір бір моментта бір қай жерден мына суретті ала салайын, әдемі секілді. Мына жерден, достар, одан кейін тағы бір нәрсе. Қазірден бастап біз мына структурамызды дұрыс құрып үйренеміз, иә. Бізде мына біздің приложение, image деген приложение. Осының ішінде біз өзіміздің папкамызды құрамыз, иә. Суреттердің бәрін сақтауға арналған арнайы папка жасаймыз. Оның атын images деп қоямыз, суреттер деген сөз. Осының ішіне мына reveal in finder дейді, яғни ішіне кіру деген сөз, иә. Ішіне кіресіздер де осы жерге жаңағы суретті қоясыздар. Жеңіл болу үшін мына жерде оның атын мысалы пик деп қойса, қысқаша. Қарасаңыздар, біздің сурет мына жерге жүктелді. То есть біздің структурамыз image деген папка деген, бұл біздің сайт. Оның ішінде папка бар, image деген, және оның ішінде мына жерде бір сурет бар, мына бір әдемі сурет бар екен. Енді біздің суретіміз дайын. Бірінші нәрсе суретті дайындап алу. Бірінші нәрсе суретті дайындап алу. Суретті дайындап алу. Яғни оны жүктеп алу. Екінші нәрсе суретті арнайы папкада орысша жаза береді. Достар, кейбір кезде ағылшын, кейбір кезде орысша, кейбір кезде қазақша болып қалады. Айбетпеңіздер, алдын ескерткен болатын. Суретті арнайы папкаға сақтау. Бізге ол папканың аты әдетте image деп аталады. Бұның мақсаты, папканың мақсаты суреттерді сақтау үшін арналған. Бізде тағы да суреттер болатын болса, суреттің барлығын осы жерге жүктей береміз ішіне. Түсінікті ғой, иә? Мінекей, жалпы суретті сайтқа қосудағы басты ережелер. Үшінші нәрсе, сол суретке апаратын жолды img тегінде белгілеу. Иә. Мінекей, біз мына жерге кіреміз. Енді қараңыздар, достар. Нүкте және слэшті басқан кезде біздің жаңа сайтымыздың структурасын көрсетіп тұр. Біздің сайтымыз структурасында екі файл бар екен, index.html және readme деген txt деген файл бар, иә. Image деген таңдаймыз. Қарап тұрсаңыз, бізге VS Code өзі айтып жатыр, не таңдайды келесі жолы. Мынандай файлдар бар дейді.
осы ма сен іздеп жатқан? Енді иә деймісің, иә дейсіздер. Біз бітті осымен, бітті, сурет дайын. Енді мына go live'ты басамыз. Мінекей ашылды, иә, қарасаңыздар. Немесе сіздерде мынандай бір расширение, біз расширение сөйлесіп қалдым да. Немесе былай ашсаңыз да болады, достар, қараңыздар. Мына image деген жерге кіресіздер, мышканың оң жағын басасыздар, қайталап өтейін тағы да. Reveals дейсіздер. Және мына image деген біздің сайтқа кіреміз. Соның ішінде мына index.html-ді 2 рет басамыз. Міне, все. Біз өзіміздің сайтымызды браузерда қостық, иә? Браузерда көрініп тұр. Міне өзіміздің суретімізді осылай қостық. Және бұл тегтің тағы да басқа атрибуттары бар, иә? Мысал ретінде біз оған өлшем бергіміз келсе ше, 100 пиксель, иә? Және оның биіктігі 50 пиксель болсын деп. Мінекей біздің суреттің өлшемі өзгерді, иә? Солай біз бұған өлшем бере аламыз. Суретке осы тегтар арқылы, осы атрибуттар арқылы width және height. Width деген нәрсе бұл және оның ұзындығы, иә? Мына жағы width деген. Ал height деген сөз оның ені. Мына кішкентай жағы. Осындай өлшеммен беріп қоямыз, иә? Бітті өзіміз сурет. Және де мынандай нәрсе бар. Alt деген нәрсе бар. Alt деген сөз ол подсказка, иә? Бұл бізде софа деп қойын, иә? Қарасаңыздар, таянсаңыздар, бізге потом подсказка шығады. Немесе біздің суретіміз қандай да бір белгілі бір себептермен жүктелмей қалған жағдайда, немесе біреу оны удалеп тастаған кезде, мына жерде бізде оның alt деген көмекші нәрсе тұрады, иә? Қазір кешірім сұраймын, бүйтейін. Қарасаңыздар, біздің мәтін тұрады, иә? Софа, жаңа жазған мәтін. Жаңа жазған мәтініміз мінекей мына жерде тұр. Ол қай кезде көрсетіледі? Егер де сурет жүктелмей қалған жағдайда, егер де сурет оны біреу өшіріп тастаған жағдайда, немесе оны қате терген жағдайда, апаратын жолына, біз мынандай біз не көреді екенбіз, мәтінді көреміз, софа. Жалпы осы қысқаша айтатын болсақ, тағы да нәрселер бар. Видео урокта айтылған, оның барлығы үй жұмысыға болады, қазір 2 сабаққа доступ ашамын. Үй жұмысыға жалпы біз былай істейміз, иә? Өзіміздің жақсы көретін 3 кітапты, кітап болса егер, немесе сіздерге қалай ыңғайлы, кітап болмаса 3 сериал болуы мүмкін, 3 фильм бар, иә? Соны IMG тегін қолданып 3 рет саламыз. Кинодағыдай, кинопоисктағыдай. Сол жағында сурет болады, оң жағында сол кітаптың аты болады, иә? Абай жолы мысалы ретінде. Ал астында соған қысқаша бір мәтін болу, түсіндірме болу, иә? Абай жолының бірінші томы, бұл жерде Хакім Абайымыздың осындай өмір баяны сипатталады деп кішкентай бір мәтін болса да жеткілікті, иә? Бұл жердегі қолданатын нәрселер: бірінші IMG тегін қолданасыңдар, екінші header бір тегін қолданасыңдар, үшінші p тегін қолданасыңдар, яғни параграф тегін қолдану керек. Сөйтіп үш фильмнен тұратын тізімді жасайсыздар. Үш фильмнен тұратын тізімді жасау керек үй жұмысы. Ол сіздерге қалай ыңғайлы болуы мүмкін? Біреу фильм болуы мүмкін, біреуге сериал болуы мүмкін, біреуге кітап болуы мүмкін. Бастысы бұл жерде мына IMG тегін қолдану, иә, достар? Так, осы үй жұмысы қысқа. Так, бітті. Енді сұрақ жауапқа оралайық. Достар, түсінікті ма барлығы? Мен ананы бүйтейін. Жоқ, көрініп тұрған. И бір момент мынаны